Бүгін сұрақтардың сабағымызды бастамас бұрын балдар бәріміз орнымыздан тұрайық, көңіл күйімізді тексеріп алайық, иә? Егер көңіл күйіміз керемет десек, бір рет қол соғамыз. Сабақта белсенділік танытамын десек, 2 рет қол соғамыз. Осы сабақтан көп ақпарат үйренемін десек, 3 рет қол соғамыз. Жақсы, сабаққа дайынбыз ғой, отырамыз. Топқа бөлінейік, балдар шығып мына жердегі кеспе қағаздар арқылы. Кеспе қағаздарда QR кодтар берілген, осы кодтардың соткамызды алып шығамыз. Сол кодтарды алып сканерлейміз. Кодтардың астында сөз жасырылған. Сканерледік пе? Қандай сөз шықты? Education. Қазақша? Білім. Education сөз шыққанда білім тобына. Екінші сөз? Science. Science сөз шыққанда ғылым тобына отырамыз. Топқа бөліп отыра қояйық. Жақсы балдар, топқа бөлінсек енді сабағымыздың жоспарымен таныстырып кетейін. Яғни бізде балдар 2 топ білім және ғылым тобы, иә? Білім теңіз мектеп кеме демекші. Бүгінгі сабағымызда біз білім теңізімен саяхатқа шығатын боламыз және қазыналы жұмбақ аралдың жағалауларын бағындыратын боламыз. Әр жағалау сәйкесінше бір тапсырмаға сәйкес келеді. Мысалы үшін тапқырлар жағалауы неге тапсырмаға? Бағалау жөнінде айта кетсем, балдар, сіздердің алдарыңызда бағалау кестесі қойып таратылған. Сол бағалау кестесінде әр тапсырмаға 1-ден 10-ға дейінгі ұпаймен 2 топ бірін-бірі бағалайды. Топтан топ басшысын таңдап ала қояйық. Қазір ғылым тобында кім топ басшысы? Ажар ғылым тобының ұпайларын қойып отырасың. Ғылым тобында Арнұр. Түсінікті ғой? Әр тапсырма 1-ден 10-ға дейін бағаланады. Жақсы. Келесі бізде балдар тапқырлар жағалауы. Алдарындағы планшетке 2 тапсырманы сұраймыз. Сілтемелер берілген. Сол сілтемелерге өтіп, арнайы дайындалған алдын ала тапсырмаларды орындаймыз. Яғни сіздерге викторина сұрақтары бастай үйреніңдер. Сіздерде қандай тапсырма ашылды? 2-ші топ қазір ашылды. Ақпараттарды жүктеу. Орындап болған соң айтамыз. Bir tavsiye bizge ballar. 19 ғасырдағы ағартушылар, иә? Барлығы дұрыс өте жақсы. Келіп бір оқушы орындай болсын, тақтаға. Компьютермен орындайсың, тақтада көрінетін болады. Барлығы дұрыс өте жақсы. Яғни балдар, білім тобын тапқырлар жағалауында 10 ұпаймен бағалаймыз. Иә. 1828 жылдардағы Қашқария ол кезде Ресей тарапынан зерттелген өлке болатын. Саудагер ретінде Қашқарияға құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық саяси құрылымын зерттеп, оның тарихи мен этнографиясынан көптеген материалдар жинайды. Яғни бұл сабаққа қатысты ақпарат. 1829 жыл атасынан жақсы танысы, сыйлас кісісі, Орынбордағы шекаралық комиссияның төрағасы, шығыстанушы белгілі ғалым профессор Григорьевичпен жақын танысады. Ары қарай оқымай-ақ сәйкестендіре ғой. Біліп отырмыз ғой.
1964 жылы ашылды. Ыбырай Алтынсаринге қатысты. Елдестеріне пайдамды тигіземін деп аға сұлтандыққа өзін ұсынған Шоқан Уәлиханов. Бұлар Шоқан Уәлихановқа қатысты, яғни тапсырманы дұрыс орындады, өте жақсы, отырамыз. Екінші топ дайынсыз ба? Неше ұпай жинадық? 6 ұпай. 10 ұпайдан 6 ұпай. Кім шығады? Тез орындайды, уақыт алмай. 6 ұпай қоясыздар. Білім тобына 6 ұпай. Жақсы, тамаша, бітіреді. Жағалауын бағындырдық, е? Келесі бізде жұмбақ жағалау. Жұмбақ жағалауымыз біздің жаңа тақырыбымыз. Жаңа тақырыпты жарияламас бұрын сіздерге алдын ала анаграмма дайындадым, соны шешейік. Яғни, ғылым тобы бір оқушы шығайықшы. Ғылым тобында. Планшетте орындауға да болады, бар сілтемелер алдын ала дайындалып салынды. Планшетпен орындай бер, сендер екіншіден аш. Яғни мынау сөз әріптерді ретімен қой. Баса қойдың ба? Қай жерде? Майлыруға кіресіздер. Майлыруға кіресіздер, қыздар. Иә. Анаграмма дейді, алдында түсіндірдің ғой сендер? Бірінші анаграмма. Алғаш сөз шықты, отыра тұр. Екінші топ сіздермен қандай сөз шықты? Ұлттық идея. Ұлттық идея сөзі шықты. Яғни, осы сөздерге қарап жаңа тақырыпты болжай аламыз ба біз? Көмектетін. Бүгінгі тақырыбымыз сонымен балдар бізді Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. Бүгінгі күннің жарты тақырып жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Алаш ұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтау. Бізде жаңа тарау басталып отыр. Алаш қоғамдық ой және ұлттық идея деп аталған, е? Күннің жартын тақырып жазып алайық. Бүгін сабақта біз Алаш қозғалысының тарихи негіздерін анықтаймыз және Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздерін талдайтын боламыз. Болды па, тақырып жаздық? Болса, бәріміз бері қарайық, балдар. Бүгінгі сабақта Алаш идеясының тарихи негіздерін анықтаймыз және Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздерін талдаймыз, е? Сабақ мақсаты түсінікті ғой? 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы қазақ халқының тарихында өте қиын кезең болған болатын, е? Неліктен қиын кезең болды? 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы. Халықтың жағдайы күрт нашарлап кетті. Неге нашарлап еді? Өйткені қазақта отаршылдыққа қазақ мемлекетін, қазақ елінің орыс империясы, орыс патшасы отарлап алған болатын, е? Қазақтың жерін күшпен тартып алды. 20 ғасырдың басында 17 миллион десятина жері тартып алынып, ол жерлерге қазақ жеріне келімсек Ресейден шаруалар келіп орналастырды. Қазақтың тығырыққа тірелгені соншалық, ол өз жерін сол келімсектерден жалға алып пайдаланатын күйге түсті. Қазақтың дәстүрлі ата кәсібі не, балдар? Яғни мал шаруашылығына жердің тартып алынуы үлкен соққы берді. Яғни осындай факторлардың барлығы қазақ халқының ұлт азаттық қозғалыс
жасауына алып келді, иә? 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыс бұған дейін де болған болатын ұлт азаттық қозғалыстар, иә? 20 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалыс ерекшеленді. Себебі 20 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалыстың басына қазақтың оқыған зиялы азаматтары келіп ұйымдастырды. Және қазақ ұлт азаттық көтерілісін олар жоғары деңгейге көтерді. Олар Алаш ұлттық автономиясын жариялап, Алаш ұлттық идеясының негізін қалады. Олар кімге рет қалды? Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған қазақтың зиялы, оқыған, көзі ашық азаматтары қазақ халқының болашағы үшін, тәуелсіздік үшін күресте батырлықтың, ерліктің үлгісін көрсеткен екен. Келесі біз балдар енді бейнероликке назар. Қиын кезең басталды. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп жазды Ахмет Байтұрсынов. Осы кезеңде ұлт зиялылары бірігіп, Алаш ұйымын құрып, ел бүтіндігі үшін өз күресін бастады. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бетер жасты. Жер кетті, дін нашарлап қалғарам боп, қазағым енді жату жарамасты деп, Міржақып Дулатұлы жырлағандай, алашордалықтар жаңа құрылып жатқан большевиктер өкіметімен жер шекара мәселесін шешу ең үлкен мақсат болды. 1920 жылы жер шекара тағы басқа мәселелер бойынша Әлихан Бөкейханов бастаған 15 алашорда мүшелері Мәскеуге сапарға шықты. Қызыл Кремльге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков ең бірінші Ленинмен жолықты. Сәлем беруіне қарамастан, қызылдардың көсемі оларды суық қарсы алды. Қазақтарға селқос қараған Ленин өзінің нөкерлеріне калмыктар келді деп кекетіп ежелгі славян тілінде сөз тастағанда, Әлихан да сол тілде жауап берді. Ленин Әлихан ағамызға неміс тілінде сұрақ қойғанда, Бөкейханов оған неміс тілінде жауап қайтарды. Осы кездесуде Ленин мен Әлихан Бөкейханов 9 тілде сөйлескенде, кеңес басшылары таңырқап қалған. Әлихан Бөкейхановтың білімі Лениннен де жоғары екенін байқаған Әлімхан Ермеков Ахмет Байтұрсыновтың қолын қысып, өз ризашылығын білдірді. Жер мәселесін қорғау процесінде баяндама оқыған Әлімхан Ермеков нақты деректерге сүйене отырып, экспедиция құжаттары арқылы ғылыми түрде қорғады. 1920 жылдың 10 тамызында басталған пікірталас бірнеше күнге созылды. Ең қиын мәселе Сырдария, Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Астрахан, Ферғана, Самарқан губернияларында тұратын қазақтар 54% құрайтынын дәлелдеді. Баяндамашы Әлімхан Ермековтың дәлелі бойынша қазақ жерінің көлемі 3.146.922 квадрат километр кіргізді. Осындай пікірталасты естіген Ленин 12, 14, 18, 19 тамыздағы комиссия отырысында өз қатыса бастады. Әлімхан Ермеков ата-бабамыздан қалған мұра жерді қорғау үшін барын салды. Сталиннің бір сұрағында 5,5 миллион аз қазаққа осынша жер не керек деген сұрағына мал шаруашылығы үшін ауқымды жер талап ететінін айтты. Ол туралы Ахмет Байтұрсынов былай деген: егер қазақ отырықшы болғанда кісі басына 10 десятина жер үлесте, көшпенділіктің арқасында ұлан-ғайыр жеріне ел кетеді деген дәл келіп отыр. Ең үлкен ауыртпалықтар егімен қазақ ел үшін көтерген Әлихан Бөкейханов 54 жаста, Ахмет Байтұрсынов 47 жаста, Әлімхан Ермеков 29 жаста еді. 1920 жылы 24 тамызда Әлімхан Ермеков шекара мәселесін толық дәлелдеп, мәселені шешіп, қуанышпен шыққан кезде Әлихан Бөкейханов Ленинге қайта кіріп, бұл мәселеге тезірек бұйрық шығаруын талап етті деп жазады тарихшы ғалым Тұрсын Жұртбай. 26 тамызда қазақ автономиясының шекара жерлерін бекіту туралы заңы күшіне еніп, ақпарат беттеріне басылып шықты. Алаш қайраткерлерінің ел үшін жасаған ең үлкен жеңісі еді. 1922 жылы Атырау өңірі мен солтүстік қазақтың жерлерін алып қалу да оңайға түспеді. Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлағандай, Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлерінің қазақ халқы үшін еңбектері ерең. Осындай талқыдан кейін қызыл өкіметтің көсеметі сын қайрап, мыналарды бағындыру оңайға түспейді деген екен. 1929 жылы 2 маусымда Әлихан Бөкейхановтың
зиялыларын қамауға алып 1937 жылы атыла бастады. Яғни балдар, бейнероликтен не түсіндік? Алаш қайраткерлері туралы, жаңа біз айттық, 20 ғасырда қазақ жері отарланып болды. Түгел дерлік қазақтың жері Ресейдің меншігі деп жарияланып, күшпен тартып алған болатын жерді. Одан кейін Ресейде 2 революция қатар болғаннан кейін осы мәселелерге қазақтың оқыған зиялы қауымы араласып шешті деді. Бейнероликтен жер мәселесін қалай шешкенін түсіндік па? Қалай шешті олар? Ғылыми сауатты түрде, заңды түрде өз жерлерін қайтарып алған. Сауатты түрде нақты дәлелдер мен фактілермен қазақтың жерін дәлелдеп бұйрық шығартқан екен, Жақсы. Әрі қарай балдар, бүгінгі тақырыбымызды біз мәтіндік жұмыс барысында ашамыз. Топтық жұмыс барысында. Яғни бірінші білім тобына Алаш қозғалысының тарихи негіздері, петициялар тақырыпшаларына сенікпейін әдісі және қосымша хабарлама әдісі арқылы жұмыстанамыз. Ал екінші ғылым тобы Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері, Алаш қозғалысының идеялары Әлихан Бөкейхановтың еңбектерінде Фокс формуласы арқылы қорғаймыз осы тақырыптарды. Тапсырма түсінікті ғой? Білім тобы Алаш қозғалысының тарихи негіздері, петициялар тақырыбын сенікпейін кестесі және тек қана сол кестені жасап қоймаймыз. Қосымша хабарландыру жасаймыз. Тақырып ашулары керек, түсінікті ме? Екінші Алаш ұлттық идеясының екінші топ ғылым тобы Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері, Алаш қозғалысының идеяларының Бөкейхановтың еңбектерінде келтірілуі. Фокс формуласы бойынша қорғаймыз. Жұмысқа кіріспес бұрын балдар тақтаға бір назар аударайық. Топтық жұмысымыздың дискрипті. Тақырыпты ашулар, тарихи фактілерді пайдаланулары 3 ұпаймен, әдістерге сәйкес берілген тапсырмаларды орындауларын 5 ұпаймен, яғни бірінші топқа сенікпейін әдісі, екінші топқа Фокс формуласы, үшінші баяндау стилі мен сындарлы қорытынды жасау қабілеті 2 ұпаймен. Барлығы 10 ұпаймен бағаланады. Бағалау кестесін ұмытпаймыз балдар. Топ басшылары. Қосымша материал пайдаланайық, қосымша мәтіндерде. Фокс формуласы білесіздер ғой, қолдан жұмыс тауықта, Бірінші сөйлем менің ойымша.
Білім тобынан кім шығады? Екі оқушы шықса болады ма? Иә, 2 оқушы шығады. Мамандық. Тағы шығам десеңіздер болады жалпы шектелмеген оқушылар шығады. Сіздерге берілген тапсырманы айтасыздар бірінші. Кім дайынсыз екінші топ? Бізге берілген бірінші тапсырма CPA, яғни петиция. Тақырыбымыз біздің қандай еді балдар? Алаш петициялар және алаш қозғалысының тарихи негіздері. CPA әдісі арқылы ашуымыз керек, иә? CPA әдісінде біріншісі тармағында бізде тақырыпты ашатын сөз болу керек. Тақырыптың атына біз петицияны таңдадық. Ал екінші әдісіне бізде екі снесіндер болу керек. Петициялар біріншіден бізде жазбаша болды, яғни оған әрбір алаш зиялысы өзінің қолын жазып жіберіп отырған болатын. Және жалпы халықтық болды. Неге себебі петициялар басында дін өкілдері жазды, мысалға Қосшығұлы өзі бастап жазған болатын. Соның негізіне ала отырып, алаш зиялылары халықтың зарын, жырын жеткізгісі келді. Ажар, бір сұрақ. Осы алаш зиялылары белсене қатысқан қай петицияны білесіздер? 16.000 қазақ қол қойған екен осы петицияға. Қарқаралы қаласындағы Қоянды жәрмеңкесіндегі петиция. Сол вақыттарда осындай жәрмеңкедегі петициялардың саны 130-ға жуықтаған. Яғни содан кейін бізде 3 жетістік болу керек. Біріншіден петицияларды жазды, яғни петициялар ешқашан ауызша болған жоқ, олардың барлығы жазбаша болды. Екіншіден ол талап етілді, яғни нақты талап етілді. Қандай талаптар қойған екен? Амандық петицияларында қазақ халқы қандай талаптар қойды? Халыққа білім беру және дін, тіл мәселелерін шешу. Дін, тіл мәселесін. Ең бірінші өзекті мәселе не? Жердің үстіндегі астындағы байлық ол қазаққа тиесілі біріншіден, ал екіншіден сол жерге әкеліп қоныстандырған шаруалардың кесірінен халықтың саны 70%-дан 30%-ға дейін кеміп кеткен болатын. Сондықтан біздің рұқсатымызсыз ешқандай да халық әкеліп қоныстанбасын деген нақты талаптар болған болатын. Одан кейін төртіншісінде бізде осы тақырыпты аша отырып бір сөйлем құрау болатын. Петициялар алаш зиялыларының талаптары. Яғни олардың негізгі мақсаттар болды. Алаш зиялыларының негізгі мақсаттары ол бізде осы тарихи негіздерінде жазылған. Қалай ойлайсыңдар? Петициялар тек қана алаш зиялыларының талаптары ма? Халықтың талаптары. Қазақ халқының талабы, иә? Қазақ халқының көкейінде жүрген талаптарын осы алаш қозғалыстар, алаш қайраткерлері жинақтап, жазып, петицияларды арнады. Петициялар кімдерге жолданды? Екінші өз бастықтарға, генерал-губернаторларға. Және де бесінші бізде синоним сөз болу керек. Петиция бізде құзырхат. Дұрыс, құзырхат деп айтады, иә? Петицияның синонимі. Өте жақсы синоним. Алаш зиялыларының негізгі басты идеясы, тарихи негіздері бұл жерде жер, Яғни халыққа тиесілі жерді қорғап қалу және одан кейін тәуелсіздікке ұмтылыс, отаршылдықтан шығару. Одан кейінгі мәселе тіл мәселесі, яғни халыққа білім беру және де өз тілін сақтап қалу. Бұл туралы алаш қайраткерлері өз еңбектерінде өте жақсы айтқан, иә? Дін мәселесіне келсек, яғни қазақтарды ислам дінінен алшақтатпауды, яғни сол сәттерде дінге шектеу болған болатын. Қазақтарды күшпен шоқындыру туралы Ресейде жарлық шыққан болатын, иә? Қазақ өзінің дінінен бас тартқысы келген жоқ. Негізі балдар, петициялық қозғалыстың бастауында тұрған осы күштеп шоқындыруға қарсылық болатын. Ол әрі қарай жалпы халықтық талаптарды да қосып алды петициялық қозғалыс өз ісіне. Негізінде балдар, дін қызметкерлері бастады ғой, оқып материалмен танысаңыздар. Ең бірінші петицияларды жазған дін қызметкерлері. Одан кейін алға алаш зиялылары шыққан болатын, иә? Одан кейін жалпы қазақтың басты рухани байлығы ол салт-дәстүрі. Сол салт-дәстүрді сақтап қалу. Одан кейін ағарту істері. Яғни халықты қараңғылықтан шығару болды. Яғни сіздер балдар, алаш идеясының тарихи негіздері мен петициялық қозғалысты қорытындылай келе бір сөйлеммен қандай баға береміз? Халықтың тарихи негіздері де петицияда талаптар қандай? тәуелсіздікке Ортақ. Қандай талап қойды ортақ олар?
тәуелсіздік, тәуелсіз мемлекет, жер өзіміздікі деді. Қоныстандырушылар келмесін, сосын тіл мен дін маңызды мәселе. Қорытынды жасайық балдар, бізде не бар ғой? Дискриптор. Апай бірден қалпат айтып берейінші. Тарихи негіздерде қазақтар өз адамдарымыз өз жерімізде қызмет етуін талап етті. Өзінің қазақтың жерінің астындағы үстіндегі байлығы қазақ халқына, алаш жұртына қызмет етуге тиіс деген екен. Жақсы отыра қояйық. Топтың жұмысын бағалаймыз, білім тобының. Неге де ғой? Тақтаға. Оны былай атайын. Тақырып ашылды ғой. Идеялар және тарихи негіздері. Алаш идеясының түсінікті болды ма? Келесі шығайық балдар. Уақытымыз біздің аз қалды. Фокус формуласы бойынша қорғайсыңдар. Алаш идеясының тұжырымдамалық негіздері мен Әлихан Бөкейхановтың еңбектері. Фокус формуласын қай тақырып қалдық? Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. Бірінші сөйлем. Екінші менің ойымша деп басталады. Яғни менің ойымша 20 ғасырда Алашорда зиялылардың ұлттық қозғалысқа деген идеясы маңызды рөл атқарады. Себебі Алашорда зиялылары Әлихан Бөкейханов. Мәдина, 20 ғасырдағы алаш зиялыларының қозғалысы, ұлт азаттық қозғалыста маңызды рөл атқарады. Сөйлеміңді жақсылап айт, түсінікті қыл. Себебі алаш зиялылары Әлихан Бөкейхановтың бастауымен алаш зиялыларының ұлт азаттық қозғалыстарды жаңа деңгейге көтереді. Яғни батыс үлгісіндегі демократиялық елді қалыптастырғысы келеді. Және де сол елді алаш үкіметі деп атайды. Мен сол жер Майда сенің сөздерің сөз қоса кетсем, олардың сен келесі байланысты факторлерді нақты дәлелдер алдымен бүткіл қазақтар бойынша жалпы қазақ екі сезім жасап. Сезді жалпалы айтатын болсақ, бұл ұлы адамдардың, демократтардың, зиялылардың жиналысы. Сол жерде олардың идеяларын айта кетеді. Бірінші топтың айтқандарына қозғаған тақырыптары тіл, дін, жер және өздерінің жерінде де мектеп, университеттердің ашылғанын қалап, бөлім бергенін қалады. Және сол қазақтар өз жерінде өздері жұмыс жасап, басқа елдегі адамдардың келгенін қаламады. Яғни өз ішінде зауыттарды Мәдина, біздің фокус формуласы аяқсыз қалып тұр ғой. Біз өз ойымызды айттық, себептерді айттық, енді фактілер мен дәлелдерді айтайық, Фактілер мен дәлелдеуде Алашорда зиялылары қандай фактілер мен дәлелдермен дәлелдейсің осы ойыңды? Яғни сенің ойың алаш қозғалысы, алаш қайраткерлері 20 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалыста маңызды рөл атқарды, Бұны сен қандай фактілермен дәлелдейсің? Алашорда зиялылары демократиялық елді құруда, Алашорда үкіметін құрды және негізгі идеясын қалыптастырды, бағдарлама құрастырды. Алаш үкіметі құрылды ғой балдар. 1917 жылы 2-ші жалпы қазақ съезінде. Бұл факт. Алаш үкіметі құрылды, Сол алаш үкіметінің бағдарламасы сол съезде жарияланды және ұлттық идеяның негізі қалды. Өте дұрыс. Одан кейін қорытындылауда Алашорда зиялыларының қазірге дейін жетті олардың идеясы. Сонымен қатар біздің тәуелсіздігімізде қазіргі осы Алашорда үкіметінің идеясынан бастау алады. Одан кейін олардың тұжырымдамалары өте қысқа мерзімде болғанымен маңызды рөл атқарды. Алаш идеясы үшін күрескен кезең өте қысқа кезең, 17-ші жылдан 37-ші жылға дейінгі аралық. Бұл кезең өте қысқа болғанмен де қазақ тарихындағы өте маңызды және ғасырға татитындай уақыт деп қорыта алады екенбіз. Біздің тәуелсіздігіміз осыдан бастау алады. Тәуелсіздігіміздің түбінде де осы алаш тамырында да алаш идеясы жатыр екен. Жақсы. Топты бағалайық. Жеткізуінде жақсы бағалаймыз ба? Дискриптивті жағдайық. Сәл не? Фокус формуласы аяқтамайсыздар. Отыра қойып. Жазып қой, Ажар.
балдар, жаңа сабағымызды бекіту үшін алдарында мынандай парақтар таратылған. Осыған сендерге тапсырма оқимын. Егер ақиқат жалған, ақпарат ақиқат болса, жасыл түспен белгілейсіңдер, оқылған ақпарат жалған болатын болса, қызыл түспен белгілейсіңдер. Түсінікті ғой? Қазақ газетінің негізін салушы Ыбырай Алтынсарин 1905 жылы Қарқаралы қаласында Алаш зиялылары ең үлкен петицияны ұйымдастырды. Айқам журналы 1913-18 жылдарда шығып тұрған жалпы ұлттық басылым. 1917-1920 жылдары қазақтың тұңғыш ұлттық демократиялық партиясы ол Алаш партиясы. Зиялылық дегеніміз адамның жоғары мәдениеттілігінің, ақыл парасаты мен адамгершілік қасиеттерінің жиынтығын білдіретін ғылым. Барлығы дұрыс. Әр дұрыс жауап 2 ұпаймен бағаланады. Білім тобы барлығы дұрыс. Өте жақсы. Ұпайларды қойып қоямыз. 2 топ бір-біріне. Келесі балдар сабағымызды бекіту үшін осы тақырыпта кездесетін сандарға тоқталайық, Фазыл әдісі арқылы. Апай, білсіңіздер, Ата беріп папай. Қарқаралы петициясы. Оған 16 мың адам қол қойған болатын, яғни біздің алдымызда Алаш қозғалысының жетекшілері. Кімдер бұлар? Білім тобы 30 ұпаймен, ғылым тобы 25 ұпаймен бағаланды. Яғни білім тобы біздің жағалауымызда бірінші жетіп келген. Енді кері байланыс сілтеме, сіздердің чаттарыңа салынды, балдар. Кері байланыс бере қояйық. Кері байланыс. Сот түлерінде алдындарда кері байланыс береміз. Балдар, еге тапсырма, балдар. Алаш қайраткерлері туралы қосымша фактілерді оқып, ізденіп келу. Себебі балдарына Алаш қайраткерлерінің өмір жолы барлығымызға үлгі. Осы Алаш қайраткерлерінен үлгі алатын болсақ, біздер де олар сияқты тек қана қарабастың қамышын емес, ел үшін қызмет ететін ұлтжанды азамат болып шығамыз деп сенеміз. Еге тапсырма түсінікті ғой? Яғни бізде кері байланыс беріп жатырмыз ба балдар? Яғни барлықтарыңызда сабақ ұнады, тапсырманың барлығын сәтті орындадым деп желкенді көк түске бояған екенсіздер. Сабақ аяқталды, шыға беріңіздер.